Сенбі таңғы 7. Қазір досымды күтіп тұрмын. Қазір бүгін 50-60 шақырым жасағымыз келіп тұр. Ешқандай да бір жылдамдыққа емес. Серуендеп дегендей, құты шынығып алу керек, бәрібір сені қыздырып дегендей. Аслан әні келе жатқан сияқты. Қалай брат? Бәрі жақсы ма? Айтпақшы Action 10 Pro деген камераға түсіріп жатырмын. Енді фильтр 16 тұр. Күн себебі құбылмалы. Енді фильтр не үшін қоятын бәрі білетін шығар. Енді білмейтіндерге түсіндіре кетейін. Күн қатты шыққанда сосын барып пересвет болады. Дұрыстап бояу үшін, жақсы ақпарат үшін, color gradient үшін жақсы түс керек болады. Сол кезде осы енді фильтр көмектесе алады. Короче, мен төсіме қойып алдым. Мына chest mount деген бәле бар, соны қойып алдым. Айдағанда былай тұрады ау, короче, екі сосиска кешірерсіздер. Кеттік біздер. Адамдар көп, қазір шынығып жүрген. Көріп тұрғаныңыздай әр 30 метр сайын ба бір топ жүгіріп. Міне тағы кезекті бір топ. Романы жатырмыз. Шамамен 9 шақырым жүріп тастадық. Паркке бір 1-2 шақырым қалған шығар. Ары қарай кіреміз. Аслан періп бара жатыр міне. Артқа қарамай тағамыз. Қабанбай жағынан келдік. Қаншама адам көріп тұрсыздар. Бәрі велосипедтермен айдауға келдік. Бір жағына қарай 19 шақырым. Сосын барып Қорғалжынмен қайтып келеміз. Күштіге жатырмыз. Адам өте көп. Кішкентай балалар да бар. Кәдімгідей үйірмеге барып қатысып жатқандар. Құбылмалы болып тұр. Жаңбыр жауады ма білмейміз. Жаңбырдың астында алып қойдық кішкене. Бірақ окей. Шықтық міне парктен. Керемет екен. Қалаға кетірміз. Күн шығып кетті. Енді ішкіні ауыстыру керек. Қорғалжын тас жолымен келе жатырмыз. Мәше көп емес, нормально. Жаға келіп қалдық. 51,5. Ауа райы керемет. 3 сағат 15 минут, 60 шақырым асықпай өтіп шықтық әйтеуір. Аман есен. Кофе райд деген осы.